Лайв басталды. Құрметті достар, бүгін біз тікелей эфирдеміз. Тікелей эфирге басы шығу себебіміз, мақсатымыз қоғамдық кеңестердің 6 айлық есебі бойынша есептерін осы Zoom конференциясы арқылы, әлеуметтік желі арқылы ары қарай насихат жұмыстарын жүргізіп, ары қарай жұмыстарын білу, есту, осы кері байланыс ұйымдастыру еткені тек қана есеп бұл қағаз күйіне ғана қалмау керек. Есеп бұл тек қана бір басшылар үшін, басқа нәрсе үшін қалмау керек. Бұл деген есеп тек қана халықтың алдында берілгендіктен, бұл да есеп осындай мәселелерде ескерілу керек деп өзім есептеймін. Бүгінгі таңда есептің қағаз күйінде формасы осы топта жарияланып берілетін болады, айтылатын болады. Бірақ бұл жерде біз сұхбат ретінде мынау және Қордай ауданынан бастап отырғанымыздың да бір өзінің үлкен мәні бар, себебі бар. Өйткені осы жаршылықта үлкен саяси ахуал, бүкіл елімізді үлкен ахуал осы немізден, ауданымыздан басталған болатын. Енді сіздермен бірге бүгін Қордай аудандық қоғамдық кеңесінің хатшысы Гүлнар Жүнісбекова сіздермен тікелей эфирде. Енді Гүлнар әпке, қысқаша осы 6 айлықта қандай жұмыстар атқарып кеттіңіздер? Қайырлы күн, құрметті қоғам мүшелері. Біздің Қордай аудандық қоғамдық кеңесінің жұмысы бірінші жарты жылдықта бекітілген жоспар бойынша зерделеніп талқыланып жүріп жатыр. Ең алдымен біз 2019 жылғы аудандық бюджеттің орындалу есебін тыңдадық мәселе бойынша. Содан кейін Қордай аудандық әкімдігінің халықты жұмыспен қамту орталығының жұмыссыз жастардың мәселелері, жастардың бизнес бастамалары мен стартап жүйелерін қолдау бойынша зерделеу жұмыстарын жүргізіліп, тиісті ұсынымдар бердік. Сонымен қатар азаматтарға арналған мемлекеттік корпорациясының Жамбыл облысы бойынша Қордай аудандағы филиалының қызмет көрсету департаментінің Қордай аудандық бөлімінің жұмыстарын зерделеп, олардың қорытынды есептерін тыңдап, өзіміздің тарапымыздан қажетті деп ұсынымдарды беріп отырдық. Жастар саясатының аудандағы орындалу барысы туралы атқарылған жұмыстардың есебін тыңдалып, кемшіліктері бойынша іс-шара қабылдау ұсынымдары берілді. Ауданда әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларды тұрғын үймен қамту мәселесі, оның орындалу барысы бойынша есептер тыңдалып, тиісті ұсынымдар берілді. Сонымен қатар осы Қордай ауданындағы ұлтаралық қатынас мәселелері ушыққан тұсында қоғамдық кеңестің мүшелері белсенді түрде осы ауылдарға барып, өздерінің ақыл кеңестерін айтып, негізгі бізде қоғамдық кеңесте Төле Аманжолов ауданға белгілі азаматтар, беделді азаматтар болғандықтан, олар сол ауылға барып, іс-шараларда белсенді түрде қатысып отырды. Қазіргі таңда біздің қоғамдық кеңестің мүшелері осы пандемия бойынша түсініктеме насихаттау жұмыстарын халық арасында бірге жүріп, аралап, көріп, сол өздерінің ұсынымдарын беріп, ағарту жұмыстарында жүргізген тұстары бар. Қордай ауданы бойынша жұмыспен қамту жол картасы арқылы асырылатын жобаларды бақылауға біздің қоғамдық кеңестің мүшелерінен жұмысшы топ құрылған. Сол жұмысшы топ осы жол картасының бағдарламасының іске асырылуында бақылап отыр. Сонымен қатар өздеріңіз білесіздер, қазіргі аумақтарды
абаттандыру жұмыстарына көптеген көңіл бөлініп, қаражаттар бөлініп жатыр ғой. Сол жұмыстардың да сапасын тексеруге біздің қоғамдық кеңестің мүшелері белсенді түрде қатысып отыр. Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы да халықпен байланыс өте жақсы жолға қойылған. Барлық жерде бізде осы сіз арқылы, Исламбек мырза, көп жағдайда жұмыстарымызды насихаттап көрсетіп отырамыз, осындай жұмыстар жүргізілді деп. Меніңше біздің қоғамдық кеңестің жұмысы халықтың алдында жариялы түрде жақсы көрсетіліп отырады. Қоғамдық кеңеске әрине көптеген адамдар келіп қайырылып, жеке тұлғалардан өтініштер де түсіп тұрады. Гүлнар Сәтжановна, қанша арыз өтініш түсті сіздерге? 5 өтініш арыз жазбаша түрде келіп түсті. Сол шағымдар бойынша тиісті мекемелерге жолдамалар беріліп, олардың өтініштері қанағаттандырылды. Одан бөлек ауызша келіп отырған азаматтар 25 азаматты қабылдау жүргізіп, қоғамдық кеңестің төрайымы ол ақыл кеңестер беріп, консультациялық бағыттамалар беріліп отыр. Енді қатар мемлекеттік жаңағы кеңес қарауына нормативтік құқықтық жобаларды қарау бойынша 15 мәселе қаралып, сәйкесінше шешімдер беріліп отырды осы. Бірақ сіз айтқандай, бюджетке өзгерістер енгізу туралы біздің тарапымыздан ондай айтарлықтай ұсыныстар болған жоқ. Неге? Неліктен? Осы біздің негізі қоғамдық кеңестердің ең басты күші, ең басты механизмі, ең басты рычагы бұл билікке, сол бюджетке өзінің емес қоғамның көзқарасы бойынша қажетті бюджеттік қаражаттардың орнықтырылуы, қажетті бюджеттік қаражаттарының дұрыс жұмсалуы және қажетті бюджеттік қаражаттарының берілуі деп есептеймін. Өйткені ол бюджет өйткені ол салық төлеушілердің ақшасы. Ол деген басқа мемлекеттің ақшасы. Бұл жерде мен айта кететінім, енді бұл мәселені өткен жолда жалпы жиналыс өткіздік қой, министерствоның, жаңа департаменттің адамдарымен қатысу кезінде, есіңізде ме? Сол кезде де айтып отырдым ғой, аудандық бюджетті қаралу кезінде қоғамдық кеңестің алдында кей кездерде жаңа жиналыстары шұғыл өтіп кетеді. Сонымен біз жұмысты қаратып отыра алмаймыз ғой. 2 күн, 3 күн ішінде олған анықтап, зерделеу жұмыстарын жүргізбегендіктен біз жұмыс тоқтатпас үшін әрине ұсынымды қолдап береміз. Жоқ, мынандайда мысалы арыз беріледі. Мысалы сіздер өздеріңіз көріп жүресіздер. Бір мектепті немесе бір садикте тозығы жеткен, бір капремонтын көрмеген, не істеген. Сол кезде мысалы сіздер жаңағы бюджет деген кезде ұсынымға беріп жүресіздер. Ішіне жазып жүресіздер ұсынымға ше. Ол жедел болсын, ол жедел емес болсын, ол асықпай қаралса да, ол деген ұсынымға кіріп кетсе, ол ше, ұсынымды айтып кететін болса, ол кезде өге сұрақ болады. Анау юстиция бюджет мәселесін айтқан. Ондай ұсынымдар жалпы жағдайда ұсынымдар беріліп отырады. Мысалы ауданның халқының өмірі жаңағы жақсарту мақсатында ұсынымдар беріліп отырады. Именно менің түсінгенім жаңағы бюджеттің уже бөлінген ақшалардың нелерін айтып отырсыз ғой, сол туралы айтып отырмын мен. Ал негізгі қоғамдық кеңестің тарапынан мысалы сауда қызметін ұйымдастыру бойынша біздерде көптеген ұсыныстар берілді. Жаңағы жабайы сауданың орнын жабу туралы тағы да басқа. Енді ол өзекті мәселелерді әрине уақытында көтеріп, ұсыным ретінде беріп отырамыз. Бюджет дегенде ол деген нағыз рычагта ше, рычаг механизм аласа салып жібересің, бері келесің. Одан кейін олар оны орындамай көрсінші. Олар оны орындауға міндетті болып кетеді. Олар одан кейін уәжі жауап беру керек. Олардың басқа беретін уәждері болмай қалады. Неге өткен бәрі құжаттардың бәрі болса, беріліп тұрса, олар одан еш жаққа айналмайды. Мысалы біз бірінші жылы 30 миллионға мысалы Байзақ ауданындағы каналдар жөндеуге ақшасын бергенбіз. Мысалы біз
25 миллион, мен деген өзім білем, Шу ауданының музейі 92 жылы жанып кеткен. Ғимараты жоқ отыр музейдің ше. Шу ауданында, Шу ауданы, үлкен аудан ғой, Шу деген. Сол ауданда музей жоқ отыр. Соған ұсынысымызды бергенбіз. Одан кейін тағы да берген ұсыныстарымыз бар ше. Анау Байзақ ауданында Қостөбе деген ауылдың жаңағы қосымша ғимарат сұрап, мысалы мынау Далақайнар деген Шу ауданында тағы не бар? Мектеп бар ше, ішінде не спорт залы жоқ, не басқасы жоқ ше. Әшейін балалар далаға шығады, әшейін сыныпқа кіреді, далаға шығады. Тура сондай мәселелерімізден бізге ұсыным бергендіктен олар еш жаққа бара алмай қалады. Ұсынысқа қосқаннан кейін олар орындау керек болады. Сол үшін биліктің былай айтқанда қоғамдық кеңеске тыңдауы және қоғамдық кеңестің алдында ұсыным алуы, мен есептеймін, тура осындай механизмдерді пайдалану керек. Енді алдағы 6 айлыққа қандай жұмыс жасаймыз деп отырсыздар? Алдағы 6 айлықта біз енді қазір мынау денсаулық сақтау саласында пандемия бойынша жұмыстарының қалай атқарылып жатқандығы бойынша сол денсаулық сақтау саласын қарасақ деп, сонымен қатар азаматтық үкіметтердің өзіміз алдыға қойған ұсынымдарымыздың нәтижелері шықты ма, шықпады ма, соны қараймыз. Сонымен қатар жастар саясатының ауданда орындалу барысы бойынша атқарылған жұмыстарға біз көрсетілген кемшіліктердің нәтижесі қалай болып шықты, және жастардың қазіргі мынау қиын уақыттағы жұмыспен қамтылуы, олардың кәсіпкершілікпен айналысуға мүмкіндіктердің берілуін, үйрену, оқыту жұмыстары қалай жүріп жатыр, соны ары қарай зерделеп, ары қарай сол жұмыстардың өркендеуіне атсалысқымыз келеді. Сонымен қатар біздің ауданда жағдайы төмен отбасылардың тұрғын үймен қамтылу мәселесі өте өзекті болып тұр бүгінгі күнде. Сол мәселенің де бізде қазір өзіңіз білесіз, Қордай ауданында 2 үй салынып жатыр ғой. Именно сол осы әлеуметтік жағдайы төмен отбасылардың тұрғын үймен қамтылу мәселесі бізде бақылауда тұр. Тағы да басқа жаңағы енді мынау білім беру жағдайда оқылатын болатын болса, біз енді олардың интернетпен қалай қамтылып қазір Гүлнар Сейітжанова қамтамасыз ету барысында. Гүлнар Сейітжанова қазір анау интернет кішкене не істеп отыр, кеңсіздер, мен көріп тұрмын, 6 айлыққа көп нәрсе алып қойып, көп нәрсеге назар салмақшысыздар. 6 айда оның бәрін атқарып жасау көп болмай ма? Естілмей қалды. Алло. Естіліп тұр ма? Естіліп тұр ма? Что там задержка болып жатыр передача. Енді естілді. Интернеттен ғой, интернеттен. Соған енді мынау 6 айлыққа сіздер айтқан нәрселеріңіз көп емес пе деп сұрап жатқаным ғой. Енді көп аз дегенмен де жағдайға қараймыз ғой, сол жоспардың орындалуына біз атсалысамыз. Бүгінгі күнде төрайымыз болғанда мүмкін басқаша жағдайда болатын еді. Мен техникалық хатшы ретінде осы жұмыстардың жаңағы зерделеніп, құжаттарының дайын болуын қамтамасыз етуге дайынмын. Сондықтан өткіземіз деп ойлаймын. Жоспарды орындауға тырысамыз. Гүлнар Сейітжанова, ел аман болсын, жұрт тыныш болсын. Қордайлықтар жақсы қызмет жасап, өнім жақсы беріп, тек қана Алматыға ғана тасымай, Таразға да әкеліп тұрыңыздар өнімдеріңізді. Рахмет сізге. Сау болыңыз. Мақұл, амандықта. Сау болыңыз. Амандықта жүздесейік. Аман болайық.